Қадірлі көрермен армысыз. Қазақ спортының классикасы бағдарламасында бүгін біз ауыр атлетика жайлы сөз өтеміз. Жалпы бұл спортты қазақ өзінің жанына жақын тұтқанмен осы спорттан ерекше көрінетін азаматын ұзақ жылдар бойы күтті. 2014 жылы Алматыда өткен әлем чемпионатында 94 келі салмақ дәрежесінде қазақ ұланы Жасұлан Қадырбаев әлем чемпионы атанды. Ендеше бүгін біз осы жеңістің егжей-тегжейлі тарихы туралы сөз қозғаймыз. Студиямыздың қонағы әлем чемпионы Жасұлан Қадырбаев. Жасұлан, қош келдің студиямызға. Рахмет, қош көрдік. Жасұлан, мынау табиғаты көркем Талғардың түлегісің, атамекенің Райымбек ауданы. Осы ауыр атлетикаға 13 жасында сәл кештеу келіпсің. Алматыдағы Қаркен Ахметов атындағы дарынды балаларға арналған спорт мектеп-интернатына қолынан жетелеп әкелген нағашың Бекен Бекмұхамбетов екен. Ол кісі сенің ауыр атлетикаға бейің барын қалай байқады? Жалпы өзің осы спорт түріне сол кезден қызықтың ба? Негізі еркін күресте көп уақыт жүрдім. Еркін күресіп, сөйтіп жаңағы ол бір күндердің күні жаңағы ағам, нағашы ағам Бекен аға келіп, үйде қонақ болып, қалай спортың қалай деді. Жақсы аға, рахмет, бәрі орынды деп. Штангист болса сен штангист деп. Қалжыңдап, өзі қалжыңбас ол кісі. Қалжыңдап, сен штангист болса деді. Ой, Бекен аға, қойшы темір көтеріп деп. Мән бермегем, сонда 7-ші сыныпты бітіріп, не болса да көрейін. Қызығушылықпен ғой. Анасы барлығы спортты көріп келатқаннан кейін, 7-ші сынып бітіргеннен кейін, мен жазда Талғардан Алматыға қатынап, ауыр атлетика спортында көрейін деп, соны бастадық. Бара-бара 3 айдың ішінде маған зілтемір ұнап, мен бір басты ұнағаны ол кезде бапкерге үлкен маңыз бапкер дейді, жаңағы спортшы келгеннен кейін соған сол спортты ұнату, сол спортқа қызықтыру, бейімдеу, сол бір үлкен бапкердің бір міндеті да. Сол кезде бапкер Дәулет ағайым деген мені ағамдай болып, не болса саяхатқа апарып тастап, арға отырып кетесің. Сондай бір үлкен нелер маған беретін. Өмірде ұстазым да болып, ақылында айтып, шыны керек қой, бірінші зілтемір көтеріп жүргенде қара білейін болады. 15 килограмм қара білейін. Сырты қап-қара. Өзі қарасаң бір қорқынышты көрінеді. Дәулет ағай айтады, осыны көтерсең, саған сыйлық берем деді. Мән жоқ, сөйтіп қорықпа деп дайындалып, барам, көтере алмай. Бірінші аптада көтере алмаймын. Бұл қай жастағы шамамен? Ол сол 13 жас кезінде ғой. Сол енді зілтемірді бастап ниет берген кездерде. Сөйтіп Дәулет ағай екеуміз бірінші біздің фундамент дейді ғой. Сол фундаментіміз сол жерден бастап 3 ай дайындалып, сол таңда Дәулет ағаймен бапкерлік қызметте жүріп, Дәулет ағаймен бірге жаттығу залында жүрген кезде бізге қонаққа сол жерге баяғыдан қатысатын спортшылар келетін. Дәулет ағай қалыңыз қалай деп, Дәулет ағай амандасып, Дәулет ағайды сыйлап. Дәулет ағайым өзі үздік спортшылардың бірі болған. Ол кісі де Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы, неше түрлі әлемдік деңгейдегі спортшылармен теңбе-тең жарысып жүрген. Сонда қарайымды таңғалам. Ана кісілер келіп, ортаңғы помысқа келіп жаттығу істейді. Аналардың көтергеніне қарап, аналардың денесіне қарап, аналардың сөйлегеніне қарап, сол бір қатты ұнап қалды сөйде спорт. Осы есіңде болса, сол 2014 жылы әлем чемпионатынан кейін дереу өзіңмен сұхбаттасып едік. Сол кезде анаң Айман Сәрсенбайқызының тарих пәні мұғалімі болып еңбек еткенін айттың. Және осы мамаңның, анашыңның ықпалымен Қазақстан тарихына қатты қызыққаныңды да, қызығып өскеніңді де айттың. Балалық шағыңда осы қазақтың атын әлемге танытамын деп өзің бір уәде берген екенсің. Осы ой қалай келіп жүр? Оған не нәрсе негіз болды? Мен бір рахмет айтатын, өзім Бекшат деген ағам бар. Сол кісіге үлкен алғысымды білдіргім келеді. Сол кісінің арқасында біз өзіміз Талғарда оқысақ та, бірақ сол кісінің арқасында біз ауылға барып, ауылда өсіп, жаз басталса, бір демалыс уақыты келе қалса да, біз ауылға ұмтылып, адам балы бәріміз жиналып, ауылға кеттік деп, ата-анамызға жалынып, ауылға жіберіңдер деп сөйтіп тұратынбыз. Соның бәрі сол Бекшат ағаның арқасы. Біз ауылға барған сәтте Бекшат аға бізге барша осы өмірлік сол ауылдың қиын жұмыстарын беріп, бізді сынайтын да ол. Шыңдады ғой. Иә, шыңдап, бізді сынап, бізді
таңнан атам қалай жаңа таң намазға тұрады, таңғы 5-тен бізді оятатын. Атам да тұрып жаңағы не ғой, ол кісі жаңағы таяғын ұстап алады да, таң намазына тұрады да, қолына таяғына алады да, әдейілеп жаңағы таяғымен өтірік білмегендей таяғымен жаңағы ұйықтап жатқан жерінен басып кетеді үстінден. Көрмегендей таяғымен басып өтіп кетеді. Ай деп ақырын қарасаң атаң тұрған болады деп. Дайындаласың, бір 10-15 минуттан кейін қазір ағам да тұрғызады ғой деп. Ол сұрамайтын ол кезде ағам. Келеді, көрпеңді ашып жібереді, кетіп қалады, өзі барып от жағып жібереді, сонда жаңа мұздағаннан тұрасың. Тұрып алып, әйтеуір жуынып шайынып. Сол кезде сол таңғы 5-тен кешке жақынға дейін біз жаңағы сол ауылдың тіршілігі ғой, сол араны істейсің, мынаны істейсің, жаңағы бұзау байлауы бар, қой бағып келуі бар, жаңағы шөп шабу бар, малдың астын тазарту бар. Малдың астын тазарту бар. Жаңағы бізде ол кезде былай болатын, жаңағы 5 бала жиналып барсақ, 5 бала таңертең тұрып жаңағы мынау сулифа дейді ғой. Иә. Сондай ойын ойнайтынбыз. Кім жаңағы ұтады, сол жылқыны айдап келіп, жылқыға жаңағы жауапты болады. Екіншісі сиырға жауапты болады. Соны ұтылғаны қойға жауапты болады. Енді қойдың есі кішкене не ғой, таңертеңнен кеткеннен сол қойдың артында жүресің. Кешқұрым бірақ келесің. Кешқұрым бірақ келесің. Сонда сол кісінің үлесі ғой, бұл жерде жаңағы бізді өмірлік алға қойған мақсаттарға жетіп талпындыруды көп айтатын сөз Бекштаға. Елім демей, жаңағы ер болмайсың дейді да сол кісі. Сен өз еліңді ойлап сөйтіп жүрсең ғана ертең ер азамат болып шығасың деп. Сол кісі бауырмашылықты танытып бізге, сол кісінің арқасында сол барша бастапқы жаңағы тіршіліктің несін көріп, Аллаға шүкір, одан кейін жаңағы қалаға келіп, қалада оқуларымыз оқып жүрген кезде де ойлайтынсың. Нақты бәрі жеңіл. Барасың, келесің, сабаққа барасың, келесің, бір еш қиналмайды да жан. Үйде тіршілік жандай бір нең жоқ. Ата-анаң жұмыста, сабаққа барып қайтып келесің, үйде жатасың аяқты көтеріп. Ауылға барсаң, ауылдың балалары сабағына да барады, үлгереді. Сабақтан шығып келіп, жаңағы үйдің жұмысында күнделік шаруаны істейді. Күнделік шаруаны істеп, жаңағы сиырына соң бәрін үлгереді. Сонда ойлайтын, қандай жаңағы күштер керек деп. Сонда біз енді оны бітірмесек те біз спортсмен боламыз деп, спортқа ұмтылып, жастайынан спорт болғаннан кейін, осы спорттың бір жерінен бір нәтиже шығару керекпін деген мен өзім бір үлкен арманым болды. Енді Жасұлан, мынау Алматыда 2014 жылы өткен әлем чемпионатына дейін жанкүйерлер сенің есіміңді онша біле қойған жоқ. 2012 жылы жасөспірімдер арасында жүргеніңде 2 жылға айыпталдың, иә? Сонда жалпы сол айып мерзімің дәл сол Алматыдағы әлем чемпионатының қарсаңында бітті. Сонда мақсатты түрде дайындалдың ба? Жалпы осы допинг мәселесінде бір айтып өтші осы жерде. Жаспыз, ол кезде анық-қанды не біз жаңағы қалай бізге айтады, соны істеп жүрген кезде ол кезде де жаңағы не болған, мен әлі қазірге дейін түсінбеймін, ол кезде не болып, қандай не болған. Әйтеуір сондай бір не шықты деді, жарайды, көндік, бәрін қойдық. Ол кездерде мен уже жаңағы 2010 жылдардан бастап мен Жамбыл облысы Тараз ауданынан шығамын, Тараздан. Сол кезде де Тараздағы басшылықтарға үлкен алғысымды білдіремін. Ол кезде ол кісілер сол таңда маған үлкен қолдау көрсетіп, сол кездерде жаңағы мені лақтырып тастаған жоқ та, былайынша айтқанда керексіз болып қалған жоқсың. Керексіз болып қалған жоқсың. Ол кезде маған жаңағы ол кісілерде уайымдама, жаңағы не ол 2 жыл деген деп жаңағы сондай бір үлкен мотивация түрде ағалардан күш берді, ақылын айтты, анау болды. Осы жалпы Алматыдағы әлем чемпионаты сенің ересектер арасындағы тұңғыш жарысың болды ғой. Бұған дейін жұртта былай мамандарда онша біле бермейді. Өзің психолог тұрғыда қалай дайындалдың осы? Осы үлкен спортта да өмірде де түсінгенім, адамға рухани күш керек екен. Адамның өзінің күшінен бөлек, адамның рухани күші күшейсе, дүниедегі жиналған барша физикалық күштер, олардың мәнісі көп пайыз ойнамай қалады екен. Ал енді осы жаттығу кездерінде қандай салмақты көтеріп жүрдің? Нағыз сынға түскен кездегімен сәйкес саймасай келді ме? Жаттығуда адам деген өзінің емін еркін ұстайды. 230 салмақ болса, соған бір-ақ мәрте емес, 2-3 мәрте баруға мүмкіндігі бар дегендей. Болмаса уақытты шегертіп келесі жаңағы аптаның ішінде баруға болады дегендей. Сондай мүмкіншіліктер болғаннан кейін жаттығуда әлбетте спортшы көбірек көтереді, өзін жаңағы
жаттығу барысындағы нәтижем 192 жаңағы серпе көтеру, 233 жұлқа көтеру болған. Бұл енді жаңағы жарыста бұл салмақтарды көтермеген мен әрине. Ол әлем чемпионатында мен көтерген салмағым сол 179, 229 салмақ болғаннан кейін ойлайды ғой көбі. Сен жаттығуда мынандай көтересің, мынандай көтересің деп. Өрде енді көптеген жаңағы факторлар бар ғой. Салмақ қолауы бар, одан кейін ол жарыс болғаннан кейін жарыстың мәнері басқа. Жаңа өзің айтып отырсың, жаттығу кезінде жеңілдеу деп, сол көбінше сол жаттығу кезінде мына жұлқа көтеру алғашқы бағдарлама кішкене жеңілдеу болады екен саған, иә? Ал керісінше не барысында, жарыс барысында екінші бағдарлама серпе көтеру оңай да емес біз әрине, қиын болады ғой. Бірақ енді 175-тен бастадың міне біздің экранда да. Одан кейін 179-ға шықтың, бұны да жақсы алып шықтың. Ал үшіншісінде 182 келін кәдімгі бағындырып тұрдың да, бірақ төрешілер есептемей тастады, иә? Осы өзіңе қалай ауыр соқты ма? Бірақ енді бұл кезде сенің басты қарсыласың мынау литвалық Ауримас Дидзбалис 6 келі артық көтеріп жіберді ғой сенен. Ол да бір саған психологиялық тұрғыдан қиын соққы болған жоқ па? Қалай айтсам болады? Бұл жерде біз басты жаңағы мақсатымыз жарысқа шыққан кездегі серпе көтеруде үштікке ілінсек деген мақсат болды. Бапкерлер келіп, Жасұлан, бұл жарысқа жаңағы ешқандай бір сендерге талап қоймаймыз. Жарыстың алдында бапкерлермен отырып, өйткені бір салмаққа біздің жаңа мемлекетте мен ғана емес, бұл жерде жаңағы Владимир Силов та шықты. Өздеріңіз білесіздер. Сол үшін де бұл бір мемлекетте екі спортшы шығарып жатқаннан кейін бапкерлер о бастан отырғызылып жаңағы шешім қабылданды. Владимир досымыздың жаңағы бауырымыздың жаңағы несі бар, бапкері бар, менің бапкерім бар, бәріміз өстіп дастарханда отырып жарыстың алдында шешім қабылдадық. Жаңа серпе көтеруден бәрін бапкер қалай айтады, солай істейміз. Бұл жерде жаңа дастарханымызда ақылдасқан кезде сол кезде шешім былай болды. Сөйтіп жаңа серпе көтеруден бапкерлердің айтқанын істейміз. Жұлқа көтеруден біз үштікке ілінгенше бапкердің айтқанын істейміз, бірақ ең соңғы мүмкіндік спортшының өзіне беріледі деп. Солай о бастан келісім болды. Бәріміз қолдадық, бәрі отырып қолдады. Жаңа екі жақтың да бапкері. Жарыс басталды. Бірінші сезім жарысқа жаңағы кіріп келе жатырмын. Мен сонда жаңағы мынау жаттығу дайындық барысында мен бір жаңағы мынау интернет жүйесін оқыған едім да, Россияда жаңа Совет өкіметі кезінде нешеме дүркін чемпион болған, қазір есімін ұмытып қалдым, сол кісінің үлкен уже апа болған кісі жаңа конькиден бірнеше дүркін жаңағы СССР чемпионы болған, сондай үлкен бір спортқа үлкен үлесін қосқан сондай конькиден бір кісі бар еді. Сол атын ұмытып қалған апаның әйел кісі ғой. Сол кісі айтады да, мен өзім қарсыластарымның жаңағы асты үстіне түсем дейді да. Ол мен қарсыласым болса да, жарыстан кейін ол менің досым ғой дейді. Сөйтіп сол кісінің сөздерін еткені мен жаңағы жаттығу залына кіріп бара жатырмын. Ар жақта мынау үлкен байнер тұр, оның ар жағы халық шулап жатыр. Жаңағы іштей от ойнап, енді жаңағы Қазақстан деп айғайлап жатыр. Кіргеннен кейін қой, мыналар жаңағы біздің елге келіп тұр ғой, мыналар қонақ болып келіп тұр ғой деп жаңағы. Сондай бір іште сезім болды да өзімде. Бұлар қонақ қой деген жаңағы. Сөйтіп кіре салып жаңағы бар бәріне амандасып, бөлкім қош келдіңіз, добро пожаловать деп, орысы бар, анаусы бар, жаңағы көрші елдес қырғыздар бар, Өзбекстаннан келгендер бар, жаңағы бәріне қош келдіңдер, бәріне амандасып, өзім сыйын білдіріп барып, ең бірінші жаңағы помостқа мен болдым. Жаңағы разминка істейтін помоста. Сол жерге барып болғаннан кейін жаңағы отырдым. Сөйтіп асықпай отырдым. Бұл жерден де бір мақсатым болғаны, мен психологиялық тұрғыда мен қарсыластарыма көрсеткім келді да. Бұл жерде мен жаңағы менің жерім, бұл жерде мен жаңағы енді өзім қолымда дегенде, өзім шешем мен қазір кім ұтады дегенде қылып бардым да, орындығымды тура осындай қойдым, залға қаратып, сөйтіп отырдым. Қарсыластарыма бір кішкене қысым білдірейін дедім да. О бастан бір қысым істейін қарсыластарыма деп, орындығымды бұрып қойып, сол залға, ұзын зал, өстіп отырдым. Көз ұшында көрінді. Иә, көз көрінді. Өстіп отырдым, әңгіме айттым. Бапкерлер келді, жаным әңгіме айтып, қалдарың, жақсы, аяғын созып қойып, жаңа оқалап кішкене сөйтіп. Мен ол кезде бір нем болған, бас қарсыластар жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, Ауримас Дидзбалис дейсіз, содан кейін жаңа Владимир Силов. Осы екеуінде менің көзім.
осы екеуіне қараймын. Осы екеуі жаңағы егер серпе көтеруде менен қатты озып кетсе, мен жұлқа көтеруде маған қиын болатынын біліп отырмын да. Осы екеуіне қарап отырмын, екеуі бастамайды. Ол екеуі де отыр, мен де отырмын, үшеуміз ғана отырмыз. Не болса да енді уақытым келіп жатыр, аз қалды. Бірақ мен сол 2 жыл бойы мен өзімді сөйтіп дайындадым да. Жаттығу залында. Жаңағы аз салмақ қосып емес, мен жаңағы жаттығуды сөйтіп дайындадым. 70 килоған бір 2 мүмкіндік істеймін. 70-тен кейін сразу 120 килограмм қоям, 120-ға бір 2 мәрте жақындаймын, 140 қоям, оған бір 2 мәрте жасаймын, 160 қоям. Сөйтіп мен жаңа тез өзімді тез қыздыру әдісіне мен сол 2 жыл бойы өзім дайындадым да. Соған дайындалып мен өзіме кішкене сенімді болып сындырып отырдым. Бірақ сындыры ана екеуі соңында берілді, екеуі бастады, барып гриф ұстап екеуі жаттығуын бастады. Содан кейін ең соңынан тұрып мен өзім бастадым. Сөйтіп айттым, мен сонда да қазір мен осы жерде жеңдім ғой. Неге мен енді ана жақта жеңбеспін деп өзіме айтып, серпе көтеру басталды. Жаттығу залында жеңдім енді. Иә, енді бәсекеде жеңу керекпін ғой деп, иә. Бірінші мүмкіндік залға шығатын, дайындалсын Жасұлан Қыдырбаев деп жаңа айтты. Мен алдымда жаңа бір спортшылар шығып отыр, мен есімде емес, кім шыққан сол кезде. Бірақ сол сәтте залдың жаңағы дүрсілі, залдың жаңағы айғайы, Қазақстан деп жаңа аяқтармен жерді ұрып сонда неткен кезде маған ештеңе бір қорқыныштың бәрі жоқ болып кетті. Күш берді ғой. Иә, күш берді. Денең дүршігіп, одан арман жаңа күшейіп, содан кейін ана қызық болып жатыр ғой маған, мен ана көріп. Қойшы деп ақырында ненің шетіне барам да жаңа бүйтіп қарап, байнырын беріп бұрышына бүйтіп қарасам деген зал толып тұр. Бәрі айғайлап жатыр. Қазақстан туын ұстап алған бір керемет сезіммен жаңа шақырды бірінші мүмкіндікке, шығып қарадым, бір қуаныш сезім. Мен жаңағы соған шыққан кезде мен жаңағы әкем, анам, жаңағы бәрі жоқ. И сол кезде жаңағы кішкентай қызым Мариям тура алдымда тұрды. Мен шығам, бір деңгейде мен қызым маған қарап тұрды алдымда. Қызыма көзім түсетті. Бірінші неде бір сасқалақтаймын да, қой, мен жарыстамын ғой деп. Бисмиллахымды айтын, помостқа келіп бірінші серпе көтеріп істеймін. Спортшыға енді спортшының бәріне қалай айтсам ғой, бәріне демей ақ қоймын, бір зілтеміршіге ең маңыздысы жаңа бірінші мүмкіндікті шығып, сол бірінші мүмкіндікті көтерсе, ары қаратай өзін кішкене еркін сезінеді. Сөйтіп екінші мүмкіндікті шығып көтеріп, бәрін онша қылдық. Үшінші мүмкіндікте, бұл жерден үшінші мүмкіндікке қалай айтсам болады, бәрі орынды. Жаңағы көзімде жаңағы былай қараса сенім бар, еркін өзім сезініп тұрмын да, жаңағы енді бір кішкене қателік болды, асығып қойған шығармын. Бірақ енді өзім ойым бұл жерде сол асығыс деп ойлаймын. Басқа ешқандай нені келтіре алмаймын енді. Бұл жерде сен тік көтеріп тұрсың, сонда төрешілер қандай айып тағып тұр сонда бұл жерде? Бұл жердегі айып, мен зілтемірді көтергеннен кейін 3 секунд уақыт мен жоғарыда ұстап тұру керекпін. Мен ұстап тұра алмадым, көрдіңіз ба? Мен қозғалып кетті ғой, иә? Мен бұл жерде қозғалып жатырмын да, ал зілтемірде жаңағы серпе көтергеннен кейін, тұрғаннан кейін қозғалмастан 3 секунд ұстап тұру керек та. Содан кейін бар, тасталынады, сигнал беріледі, тастайды да. Бұл жерде мен сол қателігім мені алға тартып кетті. Содан мен бір орында тұра алмай, тоқтай алмай жүріп кеттім. Зілтемір сәл алға кетіп қалды сонда, иә? Кішкене салмақ алға кеткен, мен сонымен жүріп соның артынан кеткеннен кейін зілтемір ауып алға түсіп кетті да. Мен өкшем көтеріліп кетеді да. Тұрған кезде бұл не? Бұл асығушылық та, асығыстық, иә? Асығыстық. Мені қазір осы жерде байқалады. Әні көрдіңіз ба? Өкшем көтерілді, тағы көтеріледі, әні. Тұрған сәтте тағы көтеріледі. Ол кішкене салмақ ауды ма, ол ұстап тұру қиын ғой. Ол жерде зілтемір болғаннан кейін ол кішкене артқа тартса, ол солмен кетеді. Бұмен қатты күресіп, қазір бұны ұстап қалам десе, иық кетіп қалуы мүмкін. Бұлшығы түзіліп кетуі мүмкін. Болмаса шынтақ ауырып қалуы мүмкін жаңағы. Бір бұлшығы, бір шынтақтың бір мүшелері ауырып қалса, екінші серпе көтеруге ол үлкен бір қатерін береді. Содан кейін бір жерде басты мақсат, мен оны отырып бүйтіп қинаған жоқпын. Сол қалай ол бағытта барды, сол бағытқа артынан жүрдім, тұрмады ма, тастай салдым. Енді осы жерде Жасұлан 6-шы мүмкіндікке келейік. Владимир Седов қалды. Сосын анау Қытайдың Лю Хао дейтін спортшысы қалды. Осы соңғы мүмкіндікте. Седов екінші кезекте 219 келі көтергендіктен чемпион атану
жолында тұрды былайша айтқанда. Және біз сол кезде залда отырдық, Владимир Седов чемпион болды деп қабылдадық шындығында, иә. Седов 219 көтергенде сен 229 көтерсең ғана чемпион болатын едің, иә. Қалай тәуекел еттің? Енді жарайды. Жарыс барысындағы сол кездегі жарыстағы жаңағы сезімдер, жаңағы қаның айналып бұрқырап тұрған кезде ол жерде жаңағы бір ауызбен шешілді. Жаңағы бапкерлер жаңағы 215-ті көтердік. Міне, содан кейін соны көрсетіп жатыр 215-ті. Алғашқы талпынысың. Алғашқы талпыныс. Бұл жерде де жаңағы бұл жерде маған басты мақсат, бұл жердегі мен бапкерлерге сенімдерін ақтау керекпін да бұл жерде. Қаншалықты жеңіл көтерем, соншалықты бапкерлер маған сенеді да. Бәрекелді. Алғашқысына байланысты болып тұр ғой сонда. Алғашқысына байланысты. Осы жерде мен жеңіл көтеру керекпін, бапкерлер маған сену үшін. Шынында да жеңіл көтердің, иә? Шынында жеңіл көтердім. Бұл жерде жаңағы мен барынша бірінші күнге шығып, мен осыны жеңіл көтерсем, бапкерлер маған сенеді деп шықтым. Жеңіл көтердік, бір қалыпты нені ұстадық. Шыға салып келдім, жаңағы Толик ағай, қалай екеуі, үшеуі бірден сұрады, қалай деді. Айтым, уайымдамаңыздар, бәрі орында, жеңіл. Қанша ойлайсыздар, сонша заказ беріңіздер деді. 215 келін жеңіл деп тұрған секілді. Иә. Сөйтіп бұл кісілердің шешімі сразу былай болды. Онда біз 3-ке ілінуге етеміз деді. Соның жаңағы сонда шешім қабылдады да жаңа. Екінші мүмкіндікте жаңағы 221 келе бапкерлердің шешімі болды бұл жерде. Мен жаңағы айтқаннан кейін бұл кісілер өздері, мен айттым, өздеріңіз қалайсыздар, соны көтеріп беремін дедім. Бірақ шын екінші мүмкіндікке сенімді болдым. Көтеремін деген біріншісінен кейін. Бұл ауырлау болған жоқ па 221? Бұл анаған қарына жеңілдеу болған секілді. Бәрекелді. Иә, Аллаға шүкір, бұл жерде бір қуанғаным, жаңа американецтер айтады ғой, сен айғайлағанда сен боқтап айғайладың ба дейді да маған. Мен айтамын, жоқ, боқтап айғайған жоқпын деймін да, құр айғайладым деймін да жаңа. Өзім немді көрсеткім келді жаңа деп. Содан кейін екінші мүмкіндікті істеп түскеннен кейін бапкерлердің жаңағы жүзіне қарадым да, мен қорқынышым бапкерлер маған бермей ме деп тұрмын да, қазір үшінші мүмкіндікті. Бұлар қазір маған бермей қойса мен не істеймін? Маған ұтылып тұрмын ғой мен деп. Сондай оймен қорқынышпен. Демек сонда қола медальдің өзіне қанағаттанбай тұрсың ғой сол жерде. Иә, мен енді ол кезде қанағаттанбада, мен енді әлі бір мүмкіндігім бар, мені өзім сынап көріп, сол бір мүмкіндік мен берем деп айтты ғой бапкерлер. Қазір соны істемей қоймаймен деген. Сондай бір қорқынышпен түсіп келатып, қарадым, бапкерлердің көзқарастары орынды, былай қарайын, бәрі дұрыс секілді. Сөйтіп, жаңа Ердос ағайдың бір несі бар ғой, жайшық қаншаға барамыз деп жаңа келіп сұрады да. Сөзде ойлап қалдым да, Ердос ағай, енді үшінші мүмкіндік барайық енді деп нетіп едім. Бір ауыздан келісім болды. Жаңа Толик ағай да келісті, Тойшан ағай да келісті, Дәулет ағай да келісті, Ердос ағай да келісті. Үшеуі де бір ортаға келісіп, мен де жаңа өздері сөйтіп иә деп жеткеннен кейін болды деді. Соны жаңа Дәулет ағайым келе салып, уайымдап кеткен ғой енді. Бапкерім Дәулет ағайым уайымдап кеткен. Келе салып, давай жайсек, давай жаңа не аяғым қысып дайындап көрініп тұр Дәулет ағайым жанып жатыр енді. Мен ана жақтан енді ішімнен от жанып тұр. Сосын ла хауля ва ла куввата илля билля жаңағы тәсбихімді осыны айтып жатырмын тоқтамастан. Барған сайын бәрі бітті ғой, залда бітті, бәрі бітірді. Бәрі жарыстар тоқтатты. Мен жаңа өзім жалғыз жүріп орамалды жауып алғам. Ла хауля ва ла куввата илля билля, ла хауля ва ла куввата илля билля. Барған сайын жаңағы жақындаған сайын уақыттарым жақындан қаттырақ айтқым келеді, қаттырақ айтып жатырмын. Содан кейін шығып болып Дәулет ағай келді. Давай, бисмилля, жайсек давай деп. Соны жаңа помостқа шықтық. Помостқа шыққан сәтте ешкімді көрмедім. Бағана бірінші мүмкіндікте көрген қызымды да көрмедім. Міне тік көтердің. Аллаға шүкір. Енді осы жерде бір сұрақ қояйын. Қызық, міне қарашы. Қатты қуандың ары қарай бірден өзіңді қолға алдың, эмоцияңды қалай басқарып кеттің осы жерде? Бұл жарысқа мен екі бағытта да дайындалдым. Рухани да дайындалдым, жаттығу барысында да дайындалдым да. Сол үшін рухани дайындық менде көбірек болғаннан кейін мен әлбетте бірінші есіме жаңағы Алланы алып бізге осындай нені берген. Өйткені осы үшінші мүмкіндік, былай айтсам, мен ештеңе ойлаған жоқпын, ешкімді көрген жоқпын. Бір ешқандай эмоция болған жоқ менде. Шықтым, бардым, бисмилля, көтердім, тастадым. Содан кейін барып уже ана шулап еткеннен кейін асана жетіп, мә, Аллаға шүкір, жаз еттім да. Сонда түсінгенім, Алла тағала алтта маған жеңіл салмақ қойды. Сезген жоқпын да ана салмақты. Сондағысы барып шықтым, көтердім, тастадым. Ауызда кеуіп, шөллеп, өзім не істерін білмей тұрмын.
сол кезде Қазспорттан келіп сұхбат алады. Сөйлейін десем сөйлей алмаймын, таңдайым жабысып, қиналып, әйтеуір барынша эмоциямды көрсетіп, жеңісімді көрсетіп, сол кезде Қазспортқа жаңағы берген сұхбатым, бірінші сұхбатым есімнен кетпейді. Одан кейін шыққаннан кейін гостиницаға барып, гостиницадан кейін шығып, ата-анам айтты, осылай біз сен мынандай жерде күтіп отырмыз, кел шай ішейік деп. Әкешім, туған туысқандар бар. Ол кісілер қуанып жатыр, өзара өздері қуанып, дастархан жайып отыр екен. Сөйтіп, жарайды, қазір мен де шығамын деп, жуынып шайынып алайын деп, такси ұстадым. Шықтым да такси ұстадым. Сол отырдым. Сондағысы бір 2 сағат бұрын мен жарысқа шығып, әлем чемпионы болған сәтім ғой. Шығып таксиға отырдым. Сосын радиодан айтып жатыр екен. Мен үстінде Қазақстан спортивка отырмын. Жүргізуші жігіттің жанында бір жігіт отырды да, бүйтіп артына бұрып қалды да, братан, сен Жасұлан емессің ба дейді да. Сен жаңа жарысқа шығып жатқан Жасұлан емессің ба дейді. Иә, сол дәл өзімін десем. Содан кейін, машалла, братан, құтты болсын деп екеуі құттықтап, екеуі сөйле суретке түсіп, қолтаңбаны алып, екеуі сөйле сразу. Бұл қай жерге барасың, братан, тегін апарамыз деп. Бірінші мен сол кезде тегін апарған такси, тойхананың алдына тегін әкеп тастап, мәз-мәйрам болып сөзі кеткенбіз. Енді ауырлау болса да осы сұрақты қоюға тура келеді. Жасұлан 2015 жылғы әлем чемпионатында тағы да алтыннан үміткер болып тұрып қола жүлде алдың. Бірақ одан кейін допинг қолданды деп айыптап 8 жылға спорттан шеткері қалдырды. Жалпы осы ситуацияны, осы жағдайды өзің түсіндіріп берші. 2016 жылдан бастап осы жылдың уақыттарының ішінде мен біраз жерде болдым, біраз салада жұмыс істедім, көптеген жерлерде қонақ болдым. Көбінің ойы мен тыңдадым. Көбінің ойы әрқалай. Біреу шықпай-ақ қойын керек еді сол жарысқа дейді. Біреу анау дейді, біреу мынау дейді. Бұл жерде біреуге жала жауып жатыр мысалы. Біреу бапкерлер кінәласа, біреу басқа бапкер кінәлайды дегендей. Бұл жерде ешкімге ешқандай жала жауып, бір ештеңе деп айтуға да болмайды. Әрдайым қай жерде менен кімдер сұрамаса да, мен ешкімді кінәлағым келмейді. Қысқадан нұсқа Алланың қалауы сондай болды. Алла тағала осындай бір 8 жылдық мерзім маған бір сынақ берсе, оған да төземіз, оны да күтеміз. Өзің айтпақшы, қазір жайнап тұрған жастасың, 27-28 жастасың. Олимпиадаға қатыспай қалдым ау дейтін, ертең өкініш болып қалмай ма деген бір алаң ғой бізге. Мен енді өз ойым, бір қатты бір өкініш жоқ. Тәуекел ғой, әр затқа тәуекел. Бірақ сонда да әр спортшы армандайды ғой, барып көрсем екен, олимпиада деген енді ол, ойлаңыз, дүние жүзіндегі бүткіл спортсмендер бір жерге жиналып жатыр да. Өрде өзгеше бір сезім. Мен естіп жататын біз айтатын өздерінің киімдерімен, Қазақстан деген киімі болмаса бірліктермен сондаймен алмасып, бір-біріне естелік қылып, бір-біріне таныс болып, сөйтіп жүреді деп сондайды да көрсек па деген әрине бір ойлар бар. Бұйырса, ол күндерде туатын шығар, өйткені 31 жаста болады екен бұйырса. Алла қаласа 31 жастан бастап, мен 35 жасымда олимпиадаға шығуға мүмкіндігім бар. Осы 2019 жылы әлем чемпионатында Ляо деген бір Қытай азаматы бар. Сол Қытай азаматы 35 жасында әлем чемпионы болды. Сөйтіп өз рекордын жаңартты. Әлем рекордын жаңартып, 35 жасында әлем чемпионы болып жатыр. Сөйтіп сол осы жылы саған қарадымда өзім бір қатты ойлап қалдым. Мына жігіт істеп жатыр ғой, мен де істеп көру керекпін ондай деп. Осы уақытқа дейінгі созылып келген бастасам ау деген нем, 4 жыл аяқталғаннан кейін бастасам ау, көрсем ау деген бір ойларым тағы да нығая түсті да. Бұйырса, ол күндерде алыс емес. Жасұлан, біздің студиямызға келіп, өзіңнің ұлы жеңісің туралы еркін әңгіме айтқаныңа, талай естеліктерді оятқаныңа үлкен рахмет айтамыз. Шынында да ер азаматтың басына не келіп кетпейді дейді. Міне, өзіңде 4 жылдан бері белсенді спортпен айналыспай жүрсең де, жас балаларды спортқа баулудың басқасында жүрсің. Осы еңбегіңе де сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, мұндай жеңістер қазақ спортында көп болсын деп есептейміз. Дәстүр қалыптассын деп есептейміз. Ендеше келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Houston.